Оспанова Камила, 3 курс музыкалық театр әртісі, курс жетекшісі Кулумбетов Ержан Мейрамбекұлы. Қыз бар маралдыда қорлық айын, табиғат берген екен күн мен айын. Біз Ромео мен Джульетта, Наполеон және Жозефина сияқты махаббат оқиғаларын білеміз. Алайда қазақ даласында да көптеген қызықты оқиғалар бар екенін жиі ұмытамыз. Тарихымыздағы қосыла алмай қалған ғашықтардың ұзын тізбегінің ішінде Естай мен Қорлан есімдері алғашқылардың қатарында аталады. Тағдыр Қорланды Естайдың маңдайына жазбаса да, үріп ауызға салғандай аруға деген ғашықтық сыр Естайдың таңдайынан шекер балдай, сиқырлы саздай болып сорғалады. Оның аузынан шыққан әрбір сөз, әрбір әдемі шумақ жастардың аузынан түспей жүретін әнұранға айналды. Төлеген Мұхамеджановтың музыкасына, Кәукен Кенжетаевтың либреттосына қойылған спектакльде мен Құсни мен Қорланның анасының рөлін сомдаймын. Менің түсінігім бойынша бұл кейіпкер өте жұмсақ және кез келген ана ретінде өз баласына тек қана жақсылық тілейді. Қызын кәрі торсықбайға бергісі келмейтін ана, ішінде жатқан бар мұңын бірінші ариясында айтады. Спектакль премьерасы 2019 жылы өткен халықаралық фестиваль аясында Ресей театр өнер институты ГИТИС Мәскеу сахнасында қойылды. Спектакль «Хусни Корлан» представили студенты Казахского национального университета искусств на театральном фестивале стран СНГ в Москве. Его программа включает в себя показы студенческих постановок, семинары и дискуссии, а также мастер-классы для студентов и педагогов. В творческом смотре принимают участие театральные вузы из России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана, Армении и Молдовы. Его цель – укрепить гуманитарное сотрудничество стран Содружества. Могу сказать, что это абсолютно мировой уровень. Может быть, в том числе благодаря тому, что руководят профессионалы. Казахстан сегодня открыт самым разным и самым современным актерским, хореографическим школам. Және де бізге музыка авторы Төлеген Мұхамеджановтың алдында өнерімізді көрсету бақыты бұйырды. Көрермендер қатарында университет ректоры Айман Мусахаджаева, тәрбие жөніндегі проректор Қымбат Рамазановна болды. Сегодня мы собрались по очень хорошему поводу. Сегодня у нас
Международный день театра. Поздравить вновь вас с этим прекрасным праздником, пожелать вам успеха, здоровья и процветания. Я уверен, что наша культура, сейчас все говорят, я был в Москве, все говорят, что у вас какой-то небывалый подъем культуры казахов. Удивляются, что такое казахи вообще, откуда они взялись вообще. Вот поэтому огромное вам всем спасибо, с праздником, счастья и удачи. Содан соң біздің кіші гастрольдеріміз Алматыда Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы және Қарағанды музыкалық драма театрында жалғасты. Осы сапарлардан ұмытылмас әсер алдық. Шабытымыз асқақтап, нағыз өнер иелері ретінде құмарлығымыз арта отырып, жігерлене түстік.